Сәлем достар, сіздермен шоу-бизнес арнасы. Видеом қызық болса, маған тіркеліп, достарыңызбен видеоны бөлісе кетіңіздер. Жігіттер квартетінің әншісі Бағлан Әбдірайымов кезінде құмар ойындарының құрбаны болғанын жасырмай айтып берген болатын. Кезінде казинода ұтылып, шамамен $200 мың қарызға кіріп кеткен әнші бүгінгі таңда құмар ойыны жайлы кітап жазып, фильм түсірді. Өнер иесі өзін кезінде талай рет адам болмайды деген адамдардың болғанын жасырмай айтып берді. Бағланмен енді араласпа, ол өшті, енді адам болмайды деп еді. Мен адам болмайды деген сөзді жиі естігенмін, еш көңілім түскен емес. Әйтеуір жақсылық болатынына сенетінмін, сезетінмін. Иә, талай жігіт сынып кетті, талай жігіт өшіп қалды, талай жігіт өліп кетті. Егер дер кезінде мойындамағанымда, мен де солардың бірі болар едім. Ауруын жасырған өледі деуші еді, жасырмадым.